Алдыңғы видеоларда ең бай аккаунттарға қазақ тиктокерлері, қазақ ютуберлерінің Free Fire аккаунттарына обзор түсірген болатын. Ал бүгін әлем бойынша ең танымал ютуберлердің Free Fire аккаунттарына обзор істейтін боламыз. Ал біздің бірінші аккаунттардың бірі бұл Руоктың аккаунты. Руоктың аккаунтын көретін болсақ, бізде 30 күн бұрын кірілген екен, достар, дүрізі тастап қойық. Руоктың аккаунтына обзордап қоясың. Короче, достар, мына жақты көретін болсақ, бізде мына екі жерде де ештеңе жоқ екен, достар. Ал мына жақты көрейік. Ал описаниесін айтатын болсақ, бізде бір сызық тұр, достар. Бұл не екенін білмедім. Ал Руоктың аккаунтына келетін болсақ, бізде 74-ші уровень 182 мың лайк жинап тастапты, достар. Ал Руоктың пропусктарын көретін болсақ, бізде бояқ пропуск көбісі алынбаған, ал элитный пропусктың бізде 98% алыныпты. Руоктың рейтингін айтатын болсақ, бізде екеуінде де бізде бронза болып тұр, достар. Бізде битва отрядта бретақ мастер болыпты. Ал мына жақта көретін болсақ, бізде бірінші прайм, достар, супер геймер и галочка, достар. Ал Руоктың ойынын көретін болсақ, бізде 40% хедшот, достар. Ал дуодан бізде 37%, ал отрядтан болса бізде 39% хедшот ойнайды екен. Оружиясын басып-басам нет оружия для отображдения деген нәрсе шығып тұр екен. Ал біздің легенда Руоктың аккаунтына обзор аяқталды. Видеоны аватса лайктарымды басып кетіңдер. Ал біз келесі аккаунтқа кеттік. Ал біздің келесі ютубер, достар, бұл Азамның аккаунты. Азамның аккаунтын айтатын болсақ, бізде 17 сағат бұрын кірілген екен ойынға, достар, дүрзе тастап қойық. Аккаунтын қарайтын болсақ, біздің Азам осындай сетпен тұр екен, достар. Азамның профилін қарайтын болсақ, бізде, достар, мына жақта Сакураның наборы, самурайдың наборлары тұр екен, достар. Ал описаниясын оқитын болсақ, бізде стриминг каждый день на YouTube деп жазып қойыпты біздің Азам. Азамның пропустарын қарайтын болсақ, достар, бізде барлық пропустар алынған екен Азамда. Ал Азамның КБ-сын көретін болсақ, бізде мастер 5 екен КБ-дан, ал бізде битва отрядта бронза. Ал аккаунтын айтатын болсақ, бізде 81-ші уровень, достар, 569 мың лайкты жинап тастапты, достар. Ал гильдиясын айтатын болсақ, бізде Чернота деген өз гильдиясы бар екен, достар, 5-ші уровень, 34 адам бар екен гильдиясында. Ал мына жақты қарайтын болсақ, бізде, достар, прайм 8, сосын супер геймер и галочка, достар, соңғы. Ал Азамның ойынын көретін болсақ, бізде, достар, мына жақта 60% хедшот, достар. Ал дуодан болса бізде 54%, ал отрядтан болса бізде, достар, 55% хедшотпен ойнайды екен. Азамның мықты ойнайтын оружияларын айтатын болсақ, бізде АК-47, МП5, достар, АВМ, МП40, ЮМП деген оружиялармен жақсы ойнайды екен. Ал біздің СНГ бойынша танымал Азамның аккаунтына обзор аяқталды. Келесі аккаунтқа кет. Ал біздің келесі аккаунттардың бірі Трэшердің аккаунты. Трэшерді айтатын болсам, бізде 7 сағат бұрын кірілген екен, дүрізі тастап қойық. Ал кеттік, достар, профилін көрейік. Ал Трэшердің аккаунтын көретін болсақ, бізде осындай оружиялар тұр, достар, золотисты и әдейім болып тұрғы, достар, әдейім болып қойыпты. Ал мына жақта көретін болсақ, бізде мына жақта Нарутоның анимациясы и мына жақта бір набордың анимациясы тұр екен. Трэшердің рейтингін көретін болсақ, бізде мастер 22, ал КБ рейтингтан бізде алмаз 3 екен. Мына жердегі ең главный нәрсе, достар, Pine Gaming деген гильдиясы бар екен, достар, 7-ші уровень, 23 адам бар екен. Трэшердің ойынын көретін болсақ, бізде 52% хедшот, достар. Ал дуодан бізде, достар, 38%, ал отрядтан болса бізде, достар, 44% хедшотпен ойнайды екен. Ал оружияларын айтатын болсақ, бізде Скар, АК-47, ЮМП, Mag-1 деген оружиялармен жақсы ойнайды екен. Ал біздің легендарный Трэшердің аккаунтына обзор аяқталды. Видеоны аватса лайктарыңды басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал біз келесі аккаунтқа кеттік. Ал біздің келесі ютубер аккаунт, достар, Смайлдың аккаунты. Бұл Смайлды танымайтын адамдар жоқ шығар деп ойлаймын, достар. Бізде 30 күн бұрын кірілген екен. Смайлдың сетін қарайтын болсаңдар, ема, достар, Сакураның үсті, достар, үйші қарасыңдар, кепкасын қарасыңдар, олдовский кепкалардың барлығы бар екен, достар. Смайлдың аккаунтына обзор деп қоясың. Короче, достар, мына жақты көрейік, бізде не бар екен, мына жақта бізде ештеңе жоқ, достар, екі жақта да. Ал описаниесін көретін болсақ, бізде окей деп жазып қойыпты. Смайлдың пропусктарын көретін болсақ, бізде бояқ пропусктар алынбаған, достар. Ал элитный пропусктардың 50% алыныпты, достар. Енді маңызды дегендердің барлығы алынған. Смайлдың рейтингін көретін болсақ, бізде екі жақта да бронза екен, достар. Ал аккаунтына келетін болсақ, бізде 72-ші уровень, 35 мың лайкты жинап тастапты, достар. Осы ID-ді көріп алсаңдар болады. Ал мына жақты көретін болсақ, бізде 3-ші прайм, достар, и супер геймер деген екі значогы бар екен, достар. Смайлдың ойынын көретін болсақ, бізде 44% хедшот, достар. Ал дуодан болса бізде 29%,
ал отрядтан болса бізде достар 41%-ға жетпін ойнайды екен. Оружиеға кіріп қалсам нет оружия для отображения деген нәрсе шығып тұр достар. Ал біздің 4-ші смайлдың аккаунты осындай болып шықты. Видеоны аватса лайктарында басып кетіңдер, ал біз келесі аккаунтқа кеттік. Ал біздің соңғы аккаунт достар BN2. Бұл адамды танымайтын адамдар болатын болса, бұл енді АВМның королі деп айтсам болады достар. Ал профилін көретін болсақ, бізде достар осындай сетпен тұрғы прикинь достар. Мына сетті кім таныды достар, давайте комментария жазып кетсеңдер болады. Ал профилін көретін болсақ, бізде осылайғы бір сеттерді істеп қойыпты достар, әдемілетіп. Ал описаниясын көретін болсақ, өз тиктоктарын жазып кеткен достар. Ема достар 7 жыл деген значогы бар, прикинь достар. Қасында АВМ достар 43-ші уровеньға ема. Бұл адамның КБ рейтингін көретін болсақ, бізде мастер 1 екен, ал битватредта эксперт 58. Ал бұл адамның пропустарын көретін болсақ достар, бізде осындай пропустар алынған достар, көріп алсаңдар болады достар. Барлығы алынбаған деп айта алмаймын. Аккаунттың қарайтын болсақ, бізде 75-ші уровень достар, 343 мың лайкты жинап тастаған ғой, прикинь достар. Ал мына жақты көретін болсақ, бізде 2-ші прайм достар, супер геймер, галочка достар, еще бұнқа өзгешелеу ма, сондай ғой достар галочкасы. Ал бұл адамның ойынын көретін болсақ достар, 32% хеджот достар, ал дуодан бізде 36%, ал отрядтан болса бізде достар 36%-ға жетпен ойнайды екен. Мықты ойнайтын оружияларын көретін болсақ, бізде бірінші болып АВМ тұр достар, сосын P90 MP40 достар, сосын мынандай тағы да бір АВМның түрі бар екен достар, юмпимен жақсы ойнайды екен достар. Ал біздің соңғы ютубердің аккаунты осындай болып шықты. Бүгінгі видеода әлем бойынша танымал ютуберлердің Free Fire аккаунттарына обзор жасаған болатынбыз. Видео ұнайтын болса лайктарыңды басып, каналға тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңдар. Келесіде қандай аккаунттарға шолу жасайық, давайте комментария жазып кетіңдер оны. Ал сендермен бірге болған сендердің сүйікті микоштарын келесі видеода көріскенше.